Биылғы жылы облысымыздағы жалпы егістік көлемі 810 мың гектарды құраса, оның 136 мың гектары Мақтаарал ауданына тиесілі. Егістікті әртараптандыру шарасына сәйкес ауданда биыл мақта дақылы 9 мың гектарға қысқартылып, орнына жоңышқа қосымша 5 мың гектар, жеміс-жидек пен жүзім 1000 гектарға, көкөніс картоп 2,7 мың гектарға егілмек. Биылғы жылы облыс көлемінде 810 мың гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдар орналастырылатын болады. Соны өткен жылмен салыстырғанда 27 мың гектарға артық болады деп жоспарлап отырмыз. Көктемгі дала жұмыстары Мақтаарал ауданынан басталады. Биылғы жылы осы көктемгі дала жұмыстарына байланысты қажетті жағармай түгелімен шешілген. Мақтаарал ауданына 6 мың тонна дизель отыны бөлінген. Бүгінгі таңда 86 мың гектар соршаю жұмыстары жүргізіліп, 121 мың гектар жер айдалды. Терең қопсыту технологиясы 37 мың гектар енгізіліп, 632 гектар ерте пісетін көкөніс дақылдары егілген. Мақтааралдық диқандар сәтін салса, жылдағыдан артығырақ дақыл жинаймыз деп сыбанып отыр. Осының бәрін уже жер келген жердің бәрін дайындап қойдық. 90 күннің ішінде бұның бәрі пісіп, жетіліп, халыққа барады. Бұл жалғыз ғана біздің аудандық емес, облысқа да кетеді. Көктемгі дала жұмыстарына 2000-нан аса техника мен агро құрылғылар дайын. Қажетті 6000 тонна жанармай бөлінген. Аудан тауар өндірушілері жаздық дақылдардың тұқымымен толық қамтамасыз етілген. Сонымен қатар аудан шаруаларына жеңілдетілген бағамен 34 мың тонна тыңайтқыш таратылмақ. Қанат Байысов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.